Күн менікі. Күнекей ойысып барып бедеуін шешіп, шашыраған етегін жинап көшке қараса, қара бәйбішенің пәуескесі көш алдына түсіп қалған екен. Қара бәйбіше көштің қыр соңынан жөнелсе де, божы ұстаған жалақ нөкені айданың астына алып, жолдағы сиыршыларды кие жара, арбаларды соқпырта, бұзауларды бүйірден түртіп домалата, қос құласын шаптырта, желдіре көштің алдына түспей көңілі көншімейтін. Күнекей озғанына мардамсып қоқиланып бұрылса да, қара пәуескені көргенде жүрегі зырқ ете түсті. Мына тажалдың көзі тағы шалып қалмаса егеді деп қауіптенеді. Күнекейдің бағына қарай бұл жолы қара бәйбішенің қанталаған ала көзі сүмектей боп танауратқан тор бедеуді шала алмай қалды. Өйткені пәуескенің ернеуіне еңсеріле асылған бәйбішенің көзі көште келе жатыр еді. Неге десеңіз, Ордабайдың үш баласы үш ауыл ғой. Олар бәйбіше қатыннан. Қара бәйбіше Ордабайдың тоқал алған қатыны. Бәйбіше өліп, өзінен 2 ұл, 3 қыз туған соң, бұ да бәйбіше атанған. Сөйтіп Ордабайдың 4 ауылы бірге көшетін. Бәйбіше балаларының көші бұрын жөнеліп, озып кетсе, қонғанша қара бәйбішенің аузында да, астында да дамыл болмайтын. Бұл жолда Оразбайдың үлкен баласы Омардың көш алдына түсіп, көрші Көшербайдың жырық кемпірі күндігі қайқайып, ала биені тебініп, жырық сары атанды қарсы алдына салып, шуда қақтырып жеткізбей келеді екен. Олардың қыз-келіншек, малшы, құлшылары да қара бәйбішенің сырын біліп алған ғой. Көштің ауған қалғанын ат үстінен түзеп, қасақана айдатып келеді. Манағы атына міне алмайтын кертанау мықыр тұрсынға. Әбілет-ау, атың жүрмей келе ме? Неғып бақайын қыбырлатып келесің? Өлімтіктің қолына шыбықта түспегенін қарасайшы деп қара бәйбіше зығырланып шабынса да, көштің орта кезіндегі қырсау қара атан мұрны созылып ауырған соң не де болса бәлесін бірақ көрейін деген немеше кегжең етіп бас жібін шарт еткізді. Ай, ана ақшелек тағы қалды деп түйе басын тартқан биеші Дүйсенбай кейіп баж ете түскенде көш жетелеп келе жатқан Тұрсын бұрылып аялдайын деп еді, қара бәйбіше одан жаман шарылдап: Тоқтатпашы көшті, тоқтатпа. Әй, салды балақ, сасық күңай, сенің шашыңды жұлмасам ба деп ойбай салды. Со кезде Күнекей пәуескенің ар жағын орағытып, көштің тасасымен қыздарға барып қосылды. Апасының бәсекесін жаттаған Шәмши де арттағы бір бунақ көште қара інгенді бір қызға жетектетіп, сарбас қамшымен қара терге шомылған Борбайға шыпылдатып ұрып келеді екен. Жанынан Күнекейдің өткенін байқаған жоқ. Артқы көштің деңгейіне келгенде бос жүруге арыланып, бір жағынан бұ да болысып келеді екен десін деп, Күнекей тартынып қалған бір түйеге жанаса кетіп, бас жібін іліп алды да, естісін дегендей әтшу деп даусын шығарды. Шәмши артына қарап: Күнекеймісің? Тірке деді. Күнекейдің немқұрайды қып өтірік жарамсақтанып келе жатқанын қайдан білсін. Шәмшидің жүзінде зіл көрінбегенге Күнекейдің де көңілі жайланайын деді. Бай балаларының бәсеке таласқаны мұндай жақсы болар ма? Бізге жалынышты болады ғой. Бізсіз бұлардың күні бар ма деген ой келді. Күнекей түйені тіркеп, тақиясын түзеп киіп, оң жағына қарағанда Ордабай айналасының барлық шаңырағынан да үлкен, күлімдеген қызыл жақұт күн көктің бір өңірін сары алтынға малып, екі түйенің арасынан абажадай боп адырдан суырылып келе жатыр екен. Мана арқалықтың басын жалап тұрған алтын сәуле заматта ылди біткенге шашырап, ол сәуленің жуан ортасында Күнекейде келе жатыр еді. Өңі қашып тұрған көкшөп, қызылды, жасылды, сарылы гүлдер де аты бәйгеден келгендей ажарланып, жылтырап, құлпырып ала жөнелді. Шарықтаған сайын үдеткен бозторғайдың шырылы, боталардың қоңыраудай сыңғырлаған жіңішке, сұлу қаяусыз зары, енелерінің ауық қоңырлата бастап, қоюлата көтеріп, бір жоғары бір төмен толқытып, жіңішкерте сүмірейте созу, деп барып басылған ырғалаң боздасы сайын даланы жаңғырыңқырап, өз алдына бір гөй тартып, біріне бірі ұласып, қызғыштай қытқылдап, қырғидай шықырлап бара жатқан арбалардың шиқылы. Апа деймін, бауырсақ, ірімшік деп кебежеден басын шығарған қара қожалақ жас балалардың ызыңдаған қыңқылы, бәрі де бүгін Күнекейдің жанына майдай жағып, дүние өзіне бола жаралғандай, алтын күн өзіне бола туғандай көрініп келеді. Күннің мұндай айбынды, сұлу екенін Күнекей бұрын көрсеші.
Мына күн тап өзінің, өз үйінің күні тәрізді, жып-жылы, жап-жарық. Әтшу, әтшу, ойнағым, шырла-шырла торғайым, қарның аштау ботақан, мә ірімшік берейін, қоя ғой енді қалқатай. Әлі-ақ ауыл қонады, ашқан қарның тояды деп ойлағанда, бала күнде ауыл көшкенде айтатын. Ертең ауыл көшеді, түндік бауын шешеді, қара қойым қашады, құмалағын шашады деген ойыншық өлең есіне түсті. Күнекейдің балалығы ұстап кетті. Бозторғайша аспанда қызыл гүлді, алтын күнді мадақтап ән салғысы келді. Сол кезде іркіс-тіркіс түйелер де біріне-бірі жалғанып, қатар түзеп көш сәніне кірді. Қыз-келіншектердің қолы босап, бастары қосыла бастады. Тыржыңбайдың қызы: «Жосалымның басынан жосалмадым, жорға мініп алдыңнан тосалмадым» деп «Ай-ай сәулем» деген әнді жөндеп сала алмай ыңырсып, әуре ғып келе жатыр екен. Күнекей мұрнын тыржитып жаратпады. Айтты-айтпады, қазір сондай жай қоңыр шобыран салатын шақ па? Қорғалтақтай шымырлатып, бозторғайдай шырылдатып, шырқап, қалықтатып, сорғалатып салатын шақ емес пе? Қыздардың ортасына Шәмши де кірді. Көшін жөндеп оздырғанға көңілі бірдем дегені ме, кім білсін. Ән салып келесіңдер ме? Кәне айтындаршы деді. Байдың қызы жоқта ыңырсып келе жатқан жаман-жұман қыздар. Ойбай-ау, жоқ әншейін деп құты қашып дымын қоя қойды. Өңшең шірік күң, ұнысы несі? Салмайтын несі бар? Соған бола ма? Өзіме бола саламын деген кісіше көңілі тасып келе жатқан Күнекей ешкім айт деместен. Бауырында Шұбартаудың қос балапан, сол таудан дария толқып су тараған сұлу қыз, әсем жігіт бәрі сонда. Япырмау, неге келдім сол арадан, ай, әку да ай деп сайын даланы жаңғырықтырып, көшті басына көтеріп, сұңқылдатып қоя берді. Қыздар, мынау қай жақтан шыға келді дегендей ауыздарын ашып қарай қалды. Өзімді қошемет қып ән салды ғой деп Күнекей бір ауыз өлеңді бітіре бергенде Шәмши бір қопарылып мойның бұраң еткізіп: «Ей Күнекей-ай, сен бір жанып тұрған отсың ғой, көңіл ашар деп осыны айт» деп көпшіктеген болды. Өйткені бұрынғы көште бүйтіп суырылып соғып жіберетін қыз қасында болмаушы еді. Күнекей Шәмшидің ол қошеметіне құлақ қойған жоқ. Жүдемелете екі шәнді тастап жіберді. Сол-ақ екен, Біржанның төңкерілген даусымен ешкі өлмес ел жиылды бауырында дегендей, Күнекейдің аққудай сұңқылдап, күмістей сыңғырлап, бұлақтай сылдырлап, бұлбұлдай құбылтып, бұлқындай жұтынып, жүйкені босата сүйекті шымырлата сорғалатқан кестедей нақысты, ботадай сүйкімді, балдай тәтті, күндей сұлу әніне көш бойындағы қыз бозбала, қатын-қалаш жиналып қалды. Базар мұнда екен ғой, көп жаса шырағым, қалғып-шұлғып келе жатқанда ұйқымызды шайдай ашты ғой, ой тілеуің берсін. Тағы да қарағым, тағы да десіп, қатындар көтермелеп, шешесі шекер ғой, бұл қыз тегін өледі деймісің деп аңыз қылысты. Астындағы торы безеудей бауыры жазылып алған Күнекей Құдай берген өнерді аясын ба? Жұрт анталап топ көбейген сайын аруақтана дәуірлете соқты. Делебесі қозған бір-екі қыз да Күнекейге қосылып кетті. Күнекей бірталай айтып, айызын қандырған соң ергіп келе жатқан жұрт: «Ал бозбалалар, сендер де айтыңдар, қыз екеш қыз да айтып келеді» деп кеу-кеулеген соң Мұсатай, Әйтікен сияқты бозбалалар да керіліп, ырғалаңдап, көзін ашып-жұмып, айғайды салып, бүгінгі көшті ойын-сауық қылып жіберді. Сауықтың арты ұйқашарға, аударысқа, көкпарға айналып, жұрт дырду-думанмен қонар жерге келіп қалғанын да білмеді. Жолшыбай шидің, қарағанның, томардың түбінен үйректің жұмыртқасын тауып алысып, бозбалалар қаншыр қуысып, көк шалғынды жосылтып, өңшең саусылдаған, дулаған жастар көштен бұрын келді. Келсе, арқалықтың бөктеріндегі атшоңқайға көш басшылар да жетіп, жатық көгалдан ауылдарына жұрт сайлап, көп жұмыс тындырған немеше шіреніп тұр екен. Күнікелер де аттан түсті. Бозбалалар ат ұстап, қаңтарып матастырды. Ат екпіні күн қызуымен алқынып, қызара бөртіп, ісініп келген жастар белбеулерін шешіп, шапанын тастап, желпініп, Күнекей сияқты көршілердің қызы көш келгенше тезек теруге жөнелді.
көш келіп байдың үйлері үлкен-үлкен жаба салмасын жасап алған кезде сиырларының тілін салақтатып, сілекейін шұбыртып, бүйірін солықтатып, жүгіріп сиырларын ұстап жүгін түсіріп жатқанда шекерлер де келді. Түтігіп Күнікейге: «Сайтан-ау, сонша шауып астыңдағын алып қойса қайтесің? Маңдайыңа басқан атыңнан жаман!» дегенде Күнікей жайымен жұмыс істеп жатып: «Ойбай, апай, ат беретін кісі мендей бола ма? Бүгінгі күні менікі болған жоқ па?» деді. «Не дейді ойбай мына қыз?» деген соң Күнікей бүгінгі әңгімесін айтып шықты. Шекер түк айта алмады. «Сен бе? Сен?» деп тамсанып жымиды.